Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа тез дайындалатын балапан етін пеште пісіреміз. Мен екі дана балапанды алдым. Осыны жақсылап маринадтаймыз. Майонездің үстіне тұз саламыз. Және соевый соус құямыз. Зәйтүн майын құямыз. Және қызыл бұрыш, кепкен сарымсақ, қара бұрыш, бір қасық бал, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып, балапандарымыздың барлық жеріне толықтай жағып шығамыз және 20 минутқа сіңуге қойып қоямыз. Пешімізді 200 градусқа қойып 30 минут пісіреміз. Осылай қызарып әдемі болып пісті. Еті жұп-жұмсақ, өте нәзік, өте дәмді. Мен бүгін салатпен бердім, ал сіздер әртүрлі гарнирден берсеңіздер болады. Менің еңбегімді бағалап, достарыңызбен бөлісіңіздер, маған комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.